Қадірлі бауырлар, жақсы азамат достар. Біз қазір Ахмет Байтұрсынұлының Алматы қаласындағы музей үйінде тұрмыз. Музей үйі Ахмет атамыздың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында күрделі реставрациялық жөндеуден өтіп, халыққа қайтадан есігін ашты. Музейге келіңіздер, Ахмет атамыздың тұтынған заттары тұр. Барша алаш қайраткерлерінің азапталған, қуғындалған өмір тарихы, сонымен қатар реформалық, прогрессивті даму, ілгерілеу кезеңіне қатысты ұлт тарихындағы ең айтулы оқиғалар, айшықты тарихи істер туралы деректердің бәрі осы жерде тұр. Бұл музейге әрбір қазақ келу керек. Алматыға келе жатқан қонақ Көктөбе мен Медеуге емес, Ахмет атамыздың үйіне асығыңыздар. Бұл үй тағылым үйі, бұл үй алаш үйі, бұл үйде алаш қайраткерлерінің ізі қалған, алаш қайраткерлерінің ізі қалған қасиетті қара шаңыраққа келіп, алаш тарихын таныңыздар, ұлтымыздың болмыс бітімін біліңіздер. Ұлтының тарихын таныған, ұлтының тұлғаларын білген елдің болашағы жарқын, ұлттық рухы биік болады. Құлдық санадан арылғың келсе, құлдық психологиядан құтылғың келсе, төл тарихымен таныс. Алаш тарихы бізді азаттыққа, еркіндікке жетелейтін, тәуелсіздікті сүюге, ұлт тарихымен мақтануға тұрарлық ең бір керемет алтын әріптермен жазылатын тарихымыз. Сондықтан да тарихты білу әр қазақтың міндеті.